Min schnell. For schnell. Thank you. Рахмет. Қатып атсын дей ма? Қатып атырдың ба не? Қатып алғансың дей ма? Вам с трубочкой? Иә. Үшеу салып жіберген екен. Блин, что за фигня бұл екке бөлініп қалды ғой? Бөлініп қалды ғой. Донеғ насатпай. Екке бөлініп қалды ғой, брат. Мықты лаваштар алайсың. Крепкий. Иә. Ас болсын. Рахмет. Пипец қарны ашып қалды. Сіздер саты из морепродукты дегенді білесіздер ма? Аша пакетте. Көп морепродуктыны бүйтіп соусқа не істеп алдыңа төгіп беретін. 6-7. Сондай жедік бүгін Таңшолпан екеуміз. Ойбай, так непривычно. Айта салу мандай. Балт жеткізе салу. Іштей қорқып қалғансың ғой. Ойбай, деп ше. Не болған? Сондай жедік. Ана бәле өзі на двоих 15 мың ба? Сондай тұрады екен. Енді қатты қымбат емес. Прям морепродукты. Бірақ ішінде не... Прикинь. Мынандай не салып жүрген ғой, брат. Мынандай. Не? Креветки. Оны кәдімгі. Андай креветки. Донерді 5 тістеп бітірейін ба? Десің. Бітіре аласың. Жасамай жоқтым. Или бітіре алам ба? Мен аузым дәу бірақ. Бітіре алам мен смело. Ол бітірмейтін несі бар екен. Бітіресің ғой. Смело бітіресің ғой. Ой-ой. Ой-ой. Таңшолпан қайда? Үйде. Өзінің. Алдында гүлмен тикток салып едім ғой. Иә. Сол кімге бердің, е? Прикинь. Чоткотный арамай. Бүйтіп қояды. Біт таныйым ғой мен бұны. Ешкім жоқ бұда. Секрет қой. Беретін адамы жоқ бұның натуре. Сол тикток үшін түсірген алғанша. Или бір встречаға біреуге барды. Бір тикток үшін көз алмайды. Мына Гүлдәне бетім жаппаш сыйлықтарың деп сондай өзім жеген. Жоқ. Love you. Рахмет. Thank you for gifts. Sorry. Соны саған берейін деген деген. Серьезно? Таңшолпанға апарып бердік па? Или маған ба? Маған ба? Әйелің бар екен. Да. Шучу. Әйелім деп айтпаңдар. Fiancé дейіңдер. Fiancé, е. Ас болсын жігіттер деп Каспийме 100 теңге салып жіберіпті. Аржан деңіз. Рахмет. Ол гүлді, короче. 100 емес салған соң 1000 солай салды.
Мен нағылаймын, өздері салып жатыр ғой. Ол гүлді, короче, сол күні мен ағаммен, туған ағам мен жеңгемнің үйленулеріне 1 жыл болған. Иә, айтпақшы сол күні болады. Сол күні холго жеуге барған. Сол кезде құр барған ұят болар деп гүл алған түрім ғой. Содан кейін ағам керек қой. Ағам гүл заказ беру. Ұмыт кетті. Ұмыт кеткен жоқ. Айтуға болмайды ғой бұнда айтты. Ұмыт кеткен жоқ. Доставка, короче, ұзақ келді да, кешігіп ше, 4 сағатқа кешігіп. Жеңгем уже кеп қойған кезде өзінің гүлі келмеді, ағам беретін. Содан кейін менікін бере сол. Соң артынан ана гүлі келген кезде мен сол гүлді өз атымнан бересем. Красавчик, уважаю. Күшті холго жедігенде. Ағамға әдімгідей. Қат жақсы көрем ба? Ойба. Үйлену оңай ма? Десем. Жүргенде 1 жыл болса. Кәдімгідей шарлар алып келіп, шарларды үрлеп, жайып, наличка ақша алды да. Sonra YouTube'dan tutorial көріп 1 сағат сонда букет қып бүктеді ғой прикинь. Қойшы. Наличка ақшадан букет жасап. Братан романтик дейсің ғой. Братан романтик. 1 сағат отырды ғой, соны жасап. Аузымыздан аңғарадай ашып жеп отырып па. Қан ашып қалды кәдімгідей. Кола ненің етімен дей ме? Газдың десек. Кім тамақ жеп отыр тоже. Плюсик қойып кетіңдер деп ше. Жоса, не но? Жоса подарок? Не шықты әлі? Не күшті не шықты? Ән айтып тұрмын. Көбісі тамақ жеп отыр екен ғой. Мен сияқты тоже тамақ жегенде бір нәрсе көру керек адамсыңдар ма? Мындай вот атау. Тамақ кеп тұрса да 10 минут іздейсің ғой не көру керек екен. Тамақ суып қалады деген. Бірден көрмесем жей алмаймын вообще. Такой. Айпад кит. Бізде Таңшолпан сондай. Сериал қарайды. Деп қайта қорқып қала берсең. Таңшолпан сериал қарау керек обязательно. Мен сериал көремін. Өзінің сериалы бар. Чисто тамақ ішетін кезде, боянған кезде көретін. Сол қыздардың соның несі ұнайды, эстетика. Боян қарап отырады. Маған тамақ жеген кезде тыныш отырып тамақ жеу керек ше. Сен қайда тыныш? Адаммен сөйлесіп. Жоқ енді аузың жабылмай. Не жеп не қойғанын білмей қаласың. Жоқ, маған әңгіме айтқан ұнайды. Живой разговор сол шетте болу керек деп ойлаймын. TikTok'та модератор деген тема бар ма? Мен андай, мысалы кола бір нәрсе ішіп отырғандай дейтін кездер болады ғой. Және істедім ғой. Сондайдан қатты ұялатын мен. Ана адам не ойлап қалады деп ше. Кекірдің ба типа? Кекірмейсің, андай газовый тамағыңа келіп тақалатын кез болады ғой. Қойшы, нормально ғой. Жоқ, шығармасаң ба? Соны айтамын. Соны айтамын. Мен сондай жақсы адам болып тұрмын ғой мен. Қайда отырсыздар? Студияда тамақ жеп.
Мана Тілеужан қашан папа боласың дейді, өзіме бір папа керек болып жүр. Папик бұл керек болып жүр. Күте тұр, деп соны. Байқа, де? Мен просто бәде беріп қойған едім ғой. Балаларына Луи Виттонның коляскасын берем деп. Вообще сен крестный отец емессің бе? Пока күте тұр, ақша жинап алайық деп соны. Бұл қашан потом ғой примерно. Мен мысалы өзім именно 20 примерно 27-28 жасымда балалы болғым келеді. Оған дейін жалпы мен андай типтағы адамдар емеспін, даже үйлену сап балалы болу керек деген. Маған үйленудің кайфы бала үшін ғана емес қой. Бала, конечно, өзі бір бөлек әлем ғой, бөлек ответственность. Но сен үйлендің чисто сол адамды ұнатып тұрған үшін ғой. И қалай сен сол адаммен бірге ұзақ уақыт өткізіп алмайсың, пока бала жоқ кезде. Деп ойлаймын өзім. Жалпы үйленгеннен кейін вообще бөлек отношение. Қайттан бастайсың ғой. Басқа қызбен деп ондай. Вообще көрсең мен сәңге айтып отырсаң ше. Я деп келістіріп қойып. Ас болсын, люблю вас. Мы тоже вас любим. Спасибо. Көнгенсің ғой шандай. Жіберетін. Прикинь. Мен алдында реально андай өтірік емес, шын әңгіме. Жатып ше, ұйықтайын деп жатырмын ғой. Махаббатым ашылып кетеді ол кәдімгі. Love and Peace. Қандай күшті осындай адамдар бар екеніне деп ше. Қандай керемет жандар мені жақсы көреді, маған уақытын бөледі деп. Бірдеңке салғым келді да, бірдеңке жеткізгім келді да, сол чувствоны ше. Не саларымды білмедім ше. Андай біртүрлі сияқты болды. TikTokқа. Мәлам бүйтмейсің. Білсеңдер ғой, қалай жақсы көреді. Сол біртүрлі ұяламын мен ондай айтуға ше. Біз жалпы махаббатқа келгенде сараңбыз ғой. Махаббатқа келген кезде сараң қаясың ғой. Өйткені, мысалы, мен бүгін бір күн бойы ойланып жүріп, бүгін Ақжолға жақсы көретін туралы айттым. Брат, мен сені пипец жақсы көрем ғой, по идее деп ше. А уже поздно. Сен Таңшолпанға жақсы көрем деп па? Қаншалықты часто айтасың? Жоқ дегенде күніне бір 15 рет жүр. Red flag деп андай бір. Мен именно Таңшолпан күніне 15 рет, даже одан көп. Базар жоқ, сен сұмдық green flagсың ғой, светофордың грини болып тұрсың. Мен мақтанайыншы, мен бар ғой. Мен мақтанайыншы. Мен негізі отношенияда пипец как green flagпын деп ойлаймын өзімді. Деп ойлайсың? Деп ойлаймын енді. Мен білмеймін. Таңшолпаннан сұрайық, Таңшолпан. Студияға келсе. Деп ойлаймын. Өйткені мен мысалы андай, мен ойласай алдында, короче, не? Так, аса тарттым да. Короче, айтпайын. Мақтан алмай жаттым да? Иә. Алдында, короче, Таңшолпанды төрім жабылып, көрінбей кетті. қалай оятарымды білмей жүрдім. Ұйқысына. Иә. Ол мен жан тұр десем тұрмайтын білем, короче. Ол екен кеш ұйықтайды, мен как раз алдынан бері екеуміз ерте тұрып жүрген күндер. Сосын бірінші күні мен өзім далаға шығып 2-3 километр жүріп келдім да, сосын үйге жолда келерде тамақ алып келдім. Бірінші жай сатып алып келдім. Жан тұр, тамақ шал дедім, сосын я потом ішем дей салды. Сосын хорошо дедім. Екінші күні ұйқыдан тұрған кезде мен кәдімгідей завтрак жасаймын деп шештім, короче. Жесткий завтрак жасаймын, короче, андай скрамблмен жанына салат жасап. Завтрактың аты жесткий завтрак па? Иә, жесткий завтрак.
Сөйтіп, короче, завтрак в постель ақып, короче, завтрак в постель қылып өзім жаңағыдай, мә, жаным, мә, тамақ деп сөйтіп оятып тамақ беремін деп ойладым да. Сосын, сол күні, короче, нан жоқ, короче, магазинда ше. В общем, порожняк болып кетті, құрт жұмыртқа пісірдім да, өзім андай настроением түсіп кетті да соған. Сосын өзім Өзің жеп алдың дер? жоқ, оған бөлек жасадым, мен оған жасадым да, жаным тұрып тамақ жесін бе деді, потом жеймін деді, короче, енді ол таң азанымен тоже, оны да ұйықтап отқанда 1-2 сағат болған, соң андай оятқым келмейді да. Сосын, ладно дедім да, тез тамақ іштім да, өзім кетіп бара жатып айттым, жанымды ұйқымнан тұрған соң, есік жамын завтрак істеп кеттім, как раз есік жауып алып айттым да. Сол кезде, все, завтрак жасап кеттім, все, жақсы көрдім, кетіп қалдым, короче. Анау гештальтпен қойып қойды, короче, менде ше, нормальный завтрак іштім. Үшінші күні ма, кәдімгідей не істеймін ғой. Білмеймін ол енді сырттай қайтып көрінеді, бірақ өзім пес не жасап бердім ғой. Клаб сэндвичтер. Прям мен авокадо алып кеп, авокадо соны, ол еще сорлы авокадо піспей қалыпты ше, сәл. Піспегенін қалай қайдан білдің? Ішін аштым, қатты екен. Оны кәдімгі интернеттен іздеп, суға қайнатып, жұмсартып, соның бәрін қасықпен алып, майонезбен араластырып, тост сатып алып келдім да, тосттың жағып, как положено, бүкіл не істеп, жұмыртқа бөлек пісіріп, жұмыртқа салып, ішіне сөйтіп жасап, әйтеуір тұрып оятып едім. Оянады ғой, короче, оянып екеуміз тамақ іштік, айтып бүйттік, кішкене оттық, сосын мен тағы ұйықтап алайын я дейді, короче, маған. Мен именно Таңшолпанға келгенде вообще безотказныймын, өзім, короче, қаттандай жоқ дей алмаймын, короче, ше. В основном именно сондай таңертең особенно настроением күшті болып тұрған кезде. Я жаным ұйықтай бер дедім да, сонымен, короче, тоже мен де жұмысқа кетіп қалдым. А ол всегда оянады, только андай кезде ше. Шықпаш, жаным есік жауып алу деген, андай өп кетіп баштасың ғой, деловой бар ше. Сол кезде ғана оянып, есік жауып алады да. Кеше бүйтем ғой. Кеше ма алдың күні. Или, короче, осыдан, в общем, плюс-минус 1-2 күн. Вообще рандомно бұтымда ғана бұтымда не тұрған ғой, пижаманың бұты ше. Сонымен тұрады да, үстіме пофиг бір бәлен киіп атқан, шапыр-шапыр киініп атырмын ғой, көзін ашты кетіп бара жатсың ба дейді. Есік жауып ал деп кәдімгі, анау мен күтеді ше, мен киінгенімді. Бәрін киінем, сыртымнан тағы да кием, басым шапқым киіп. Кәдімгі кісі болып кетіп бара жатырмын ғой, нәс киімді киіп, аяқ киімді киіп алам да, кәдімгі ше. Жаным, еще маған айтады, сен немен пижаманың бұтымен шығып барасың ба дейді. Мен асығып тұрмын, кету керек деп, кәдімгі төрістап тұрмын ғой. Сөйтем да, есіктен шығып атқан кезде ғана, уже ұйқысын ашып алды, ол уже мені күтіп, тұр, бүйтіп мені күтіп, мен тағы шығып кеп затымды киіп, шығып бара жатқан кезде ғана бүйтіп бұрылам да, деймін ғой. Сөйтіп қана оятып алған соң ойласың. Сөйтіп оятып, сонымен жүрдік. Целый бір күн бойы бірге, короче. Сонша жұмыспен? Бір соны ояту үшін. Молодец. Браво, ой бала. Өйтіп атыр ғой, енді соны болсын. Көліп атыр ғой. Базар жоқ, күніне 15 рет жақсы көрем деу деген енді білмейді. Мықты ғой. Понимаешь, даже жақсы көрем деп айтпай, көп жастар жасап отырсам. Андай жест бар деп. Иә? Біздің Таңшолпан екеуміздің андай жестіміз бар. Мә! Жұлдыз ба анау? Прикольно ғой. Қалайсың? Дегенсің ба? Мін. Опа. Не деп отыр? Оқы білгермей жатырмын. Популярность деп сонда. Гребная популярность дейін. Осыны эдит қылыңдар. Бумц деп ана. Кім олдағы кадрлар? Тойып кеткенсің ғой, прикинь. Айтпа. Сәлемушки, қыздарики. Қыздарики. Қызың қайда дейді. Үйде. Оның қызы. Мен қызым жоқ.
Соны жаңа бір TikTok көріп қалдым да. Пожалуйста, үйтіп салмаңыздар. Кәдімгідей. Там бірдеңе. Қыста қайтыс болған қыз болсаң, айдай сүйіп өтем де. Не әңгіме? Пожалуйста, не надо. Ол Андай прикол ұстайтын зат емес та, вообще. жоқ, ол даже андай сүйсініп жазса да, менің ойымша дұрыс емес сияқты ол затты өйтіп. Өйтіп ашық жазушы. Иә. Ниетін түсініп тұрмын, ниеті жақсы болып тұр ғой енді әрине. Бірақ андай өйтіп ашық жазудың қажеті жоқ ше. Не дегенмен ол кісі енді ондай затпен өйтіп ойнауға болмайды деп ойлаймын. Коронаға рахмет деп Сразу әңгіме өзгеріп кетемін. Сосын бізде конкретно 3,5 жыл бойы жасарған қызын мен ғана. Аларда қыз жоқ вообще. Оған андай қылып, қызы бар, бірақ доказать ете алмаймын деген темалар. Ма? Иә. Ол сонымен көрсем күлемін мен сізге. Ошандай ой. Иә. Короче, сонымен көрсем өтеді. Андай, ой, олардың мынаның уже типа ажалдың жүріп жүрген, уже тоже 1-2 жыл жүрген қызы бар. Не надо так өтерік ойларына құрамай қойыңдар. Ой бол. Реально, шыны керек, уже жасырудың Суть жоқ, иә, типа, суть жоқ. Қыздары болса айтады балалар. Қыз жоқ, реально ше. Андай кәм, сәл настроение түсіп ше. Уа, мейірімсіз махаббат! Натуре. Мен қатынсыз қалам ба? Сенің отношениеңді ашқаннан кейінгі жанкүйерлердің реакциясына сенің реакцияң қалай болды? Кстати, мен сол туралы алдында сторис салым дедім да. Шли сторисқа ғана андай бүйтіп жазып жіберген біртүрлі болып көрінді маған. Уже еще мен аны кеш ойландым да, уже пост салған соң 1 апта оқыған кезде. Алғыс айтқым келген, кстати. Рахмет айтқым келген қолдауларыңызға. Кәдімгідей менің сіздерімге өстіп өзімнің бір кішігірім қалай жеке өміріммен бүйтіп бөлісіп жатқан кезде бақыт тілеймін, рахмет, кәдімгідей мәңгі бірге болыңдар деп жазып жатқандар өте көп. Прям поддержка. Иә, короче, вообще негатив жоқ. Вообще негатив жоқ, иә. Андай ғана болды. Типа енді кейбір кішкентай қыздар, кәдімгі ренжіген адамдар болды. 1-2 ғана көрдім мен өз басым ше. Типа именно директімнен өткен мен өз директ қатты не істейтін адаммын ғой. Қарайтын адамыз. Иә. И 1-2 ғана көрдім. И то андай, енді түсініп қарайсың да оларды да тоже. И рахмет көп-көп қолдауларыңызға. Вообще мен реально сол затқа қатты алғыс айтамын. Еще типа Таңшолпанға жазады. Таңшолпан күштісің деп. Таңшолпан тоже оған настроениесі көтеріліп қалады, андай ше. Уже Таңшолпан екеуміз таңертең ұйқымыздан тұрамыз да, андай, ол өзі TikTok-тан мені қашты несе қойға деген заттарды қарайды да, мен андай. Олар мен сияқты айпад кетіп қалды деп ше. Иә. И соны көріп андай, өзім күшті оқыламын, типа Таңшолпан тоже сіздерді вау деп, күшті өзі вниманияға бөленіп. Реально, кәм поддержка. По-моему, ондай затты мысалы ашатын кезде алдыңда қобал жейсің ғой. Иә. Мен нефтемен мен қобал жүрмін ғой. Мегадан бүйтіп өткен кезде гримеркаға кіріп уже барлықтарыңыздың алуларыңыздан менің алдымда Таңшолпан екеуі өтті, мен арттарына өтіп баратырмын ғой, нефтема ше. Содан кейін гримеркаға кірдік та, гримеркаға кірсем аяғым дірілдеп жатыр ғой. Бүйтіп тұр ғой, прям шандай. Қолым дірілдеп андай қобалжып кеткенсің ғой. Кәдімгідей ше. Таңғалып қалғансың ғой кәдімгідей. Содан кейін реакциялар көріп күшті оқылым.
кози қолың неге жүн деймін. Еркек болған соң жүн болу керек та бұл. Ченька енді особенно. Сәл маймылдау болып тұрмын. Мә, кстати, сосын не туралы айтайыншы. Маған ұнайтын, всегда қарап жүретін телеграмдағы бір канал бар. Біздің бүкіл архивтарымызды бәрін салып. LP-based реклама жасап көтші. Өз канал. Жоқ, сен ойлай дейтін канал бар. Если что, сол жаққа подписаться етіп қойыңыздар. Там өте күшті канал, телеграм. Бір фанатка жүргізеді. И кәдімгідей бүкіл архивтарды салып отырады. iStories салса соның бәрін салып отырады. Неге осы? Фанатка деген сөз андай. Бертал жүнің ұзын ба өсіп кетті? Кәдімгідей мән беріп қойған. Бағана осы туралы айтпайыншы. Бағана даже үйден шығайын деп отырмын ғой. Таңшолпан қарап тұр да, мұртым тоже бүйтіп біреу ғана ұзын болып тұр ғой сол үшін. Ана ұзын болып тұр ғой дейді да. Сосын алу керек, типа алып тастаймын десем. Бүйтеді да. Деп жатқызып тастаймын ғой. Қалып қойған соң. Қанға берсең? Жоқ, ол жағымен сары. Ана біреуін Ема! біреу Шаш құсап тұр ғой жалғыз өзі. Не айтып? Фанатка деген білмеймін неге маған грубо естіледі. Білмеймін неге ше. Вроде нормально. Соны просто айттым. Шым сен ойлай деген каналды жақсы көреді. Өте жақсы канал. Сосын осы сәтті пайдаланып тағы да бір нәрсе айта қояйын. 9 желтоқсан Алматыда Central Stand-Up Club'та бізде фан сайын өтеді. Естімеген адамдар болса, келіңіздер, бәрлеріңіз күтеміз. Ол жақта біз фотоға түсеміз, кішігірім мини концертіміз болады. Сіздерге жалпы сұрақ жауаптарға жауап береміз. Мен жеке өзімнің нем жайлы, қалай отношениям туралы сол жақта, возможно, көбірек айтамын. Возможно, сол жақта Таңшолпанда жүретін сияқты сол күні өзі. Жүреді ғой. Қызық болады. Потому что осы жолы біз кішігірім залда алып тұрмыз да. Общий 200 адам ғана болады. И сол үшін өте комфортно, өте андай не болмайды. Қыстырылсып, ауа жетпей, уақыт жетпей қалып. Адам көп болмайды, сол үшін тез үлгеріңіздер. Комфортно, бәріне удобно болатындай жасап жатыр. Потому что бізге де комфортно болады да сіздермен. Егер сіздер де комфортно болсаңыздар, сіздермен жалпы сөйтіп сөйлесіп отырғанымыз. Қатты үлкен қылып, ажиотаж жасағымыз келмейді. Кстати, көбісі фан-кол сұрап жатыр. Фан-кол болады осы жылы. Бұйырса, жаңа жылдық фан-кол болады. Тоже имейте в виду, дайын жүріңіздер. Фан-кол жасаймыз. Ол жер енді вообще қызық ол енді. Фан-кол вообще маған да қатты ұнайды. Кәм бет-бет досыңмен сөйлесіп отқан сияқты. FaceTime видеозвонокпен. Натуре дос болып кетесің ғой. Біз фан сайында көрген кезде. Қалай дәйші сұра сөйтіп амандасып кетесің ғой. 15 минут бойы сөйлесесің ғой. Ашылып, шашылып. Билеттердің айырмашылығы қандай дейді. Билеттердің айырмашылығы стандарт және VIP билеттері бар. VIP билетінде сіздерде бөлек фан сайын болады. Яғни 40 адамға арналған бөлек фан сайын. Ол жерде көбірек уақыт, вообще комфортно, потому что 40 адам ешқандай қыстырылыссыз бәрі әдемі өтеді. И VIP алған адамдар саундчекті көре алады. Яғни біздің дайындық кезімізді. И жалпы саундчек деген тоже андай ғой. Тек қана біздің дайындығымызда емес, біз сол жерде отыратын адамдармен сөйлесіп, тем более ана площадка прям кішкентай, и прям естіліп тұрады бәрі ше. Концертте ладно кішкене алыстау болған соң кішкене ау не деп қалып қоясың ғой. И VIP-тарда бөлек орындар болады. Ал стандарт это вот сіздерде тоже вот көбісі түсінбей жатыр екен, то что типа стандарт
қолтаңба ала алмаймыз ба, фотоға түсе алмаймыз ба деп ойлап жатыр да. Жоқ, тура сол. Сіздерде просто ол стандарт частында болады да, ол виптармен бірге емес, а стандарттарда өздерінің несі болады, фан сайыны. Ол жерде 150 адам болып, сіздер қолтаңба алып, фотоға түсіп, бүкіл бетпе-бет сөйлесіп, бәрін өте аласыздар. Және общий фан-митинг болады, сұрақ-жауап, сұрақтарыңыз жауасыздар, біз бірге отырып соларға жауап береміз. И артында, конечно, бәрі тамашалай алатын мини-концерт болады. Ән тыңдаймыз. Мен уже андай кішкене семейный қылып қабылдаймын ау уже бәрі. Таңшолпан туралы айтшы, короче. Бір күн Таңшолпанмен совместный стримға кірмесем, сочте мини-интервью жасаймыз. Сол кезде сұраймыз, мен green флагпын ба, red флагпын ба? Сондай ойын ойнайық деп. Иә. Сол, в общем. Жалпы солай, иә. Әңгіме сол. Әңгіме дүкен. Жұмыс істеп жүрміз, тректер жазып жүр. Бүгін Twitch'та болған кісілер болса. Новый тректар тыңдаттық. Кстати, біз Twitch аштық. Немесе отқан 3,5 мың адамға айтып қояйық. Twitch'тікі вообще прикольно екен. Вообще басқаша. Иә, мына жақта кішкене андай, білмеймін, бір үндемей қалатын моменттерің болып қалды. Жақта аузыңа келгенді оттап отыра береді екенсің. Еще біз Twitch'та бұйырса, болашақта енді. Болашақта дегенде уже 1-2 күнде бүкіл затты көрсетеміз да. Twitch'та ұзақ отырамыз еще 2-3 сағаттан, кәдімгідей. Студияда жұмыс істеп жатқанымызды, жаңа трек жазып жатқанымызды, қалай жазатынымызды бәрін. И бірге киноночь жасаймыз. 4-еуміз кино көреміз. Соны Twitch'та сіздермен бірге қарап отырамыз кино. И там тағы не мукбанк жасаймыз бұйырса. Потом даже концерттерде Twitch'ті стрим жүргіз қойып жүре береміз. Бірге алып жүріп, гримеркада, бүкіл жерлерде. Сосын, Twitch'та қызық болады кәдімгідей. Бәрі Танчо деп кеткен шығар. Аурудан кейін ба? Танчо демеңдер, Таңшолпан десеңдер адам. Мен аурудан соң Танчо деген атты вообще қабылдай алмаймын. Жүрегің ауыра ма? Ау? Жүрегің ауыра ма? Иә. Нема тойыңда реально прикинь. Бір столик LP-лар болса. Мен бағана айттым ғой. Прикольно, я? LP-лар столы деп ше? Иә. Енді тоста LP-лар айтсын деп. Билет. Билет сатам конкретно айтайын. Кстати, бізде мерчтар бар. Я фан-митингта мерчтар сатып аласыз да. Сосын LP Waste'та бар адамдар бар ма мұнда? Ой, LP Waste'та қызық болып жүр. LP Waste вообще кайфовый да. Мен білмеймін, мен прям LP Waste'қа капец ашықпын өзім үшін. Всегда салып, қайда кетіп бара жатқанын бір бәле сөйтіп салып жүремін да. И пожалуйста, мені анандай комментарийлар напрягать етеді. Когда ой, осы Кози ғана рекламировать етеді. Козиға ғана керек дейтін. Мен неге айтам, потому что естімей қалған адам болмасын деп қана ойлаймын мен. Неге мен жалпы не туралы айтам? Жалпы мен ғой всегда бір бәле болайын деп атса, ойбай, мынау болады үлгеріп қаңдар, анау болады үлгеріп қаңдар.
максимально грубо айтканда сатууга тырысам да. Но мен сатуу максатында эмес, просто соны каалап жүрген адамдар болса, соны эстемей калмасын деп ойлойм да. Мен гитара үйрөнүп жүрмүн. Гитарага жатып алдым. Казыр әндердин бәрин гитарамен жазатын болуп кеттим. Twitch'та болгон жандар болса, мен 2-3 әнімді естідіңіздер, уже гитарада жазылған. Маруа салем. Прикиньте, надо фильтр тұрып қала берді осы қайта. Гитара үйреніп жүрген бір арманым бар, кейін біздің бір соңғы концертте бір әнді өзім сіз бір әнді мен гитарамен ойнап бәріміз шырқасақ деген. Қанеке бәріміз бірге? Наоборот, ұстап алып еще. Жаңа әнімізді немесе негізі мен осы алдыңғы сольный концертке мен Вейді гитара тартып шыққым келген. Бірақ скиллым жетпеді енді. Бұйырса, брат, әлі бәрі сен қалағандай болады. Өзімді сондай артист келтіріп жүрміз. Негізі мен всегда осындай болған болып, әйдей, кішкентай кезде. Мен өз пианинода жазатын тректерді. Өзіме натуральный инструменттер ұнайды. Бір кезде андай жасағым келіп жүр. Енді бір демалыста, кейін болашақта өзім жалғыз бір Европаның бір қалашығына барып, кішігірім бір гитарамды ұстап алып, сол жерде бір ай өмір сүріп жүріп, просто андай зданияларынан тарихтың ізін көретін, бүкіл бұрышынан культураны көретін. Сол жерде просто жүріп, андай бір церковтарын қарап, бір ғимараттарын қарап, адамдар кішкентай магазинде аташкалар отырған қарап, өмір сүріп жүріп, гитарамен бір альбом жасағым келді. Менің андай, мен жалпы соңғы өзімнен түсінген, мен қатты путешествовать еткім келеді. Реально. Кстати, мен путешествовать ету демекші, алдыңғы жыл Таиландта болған кезде мен комнатада прямойға кіріп отырам ғой. Жанымда таңшылпын отырады ғой. Çok тыныш болып ше. Жаман жегіз жібердік сол кезде десе. Екеуміз ғана бағанада ұқсап десе. Кемістер деймін. Қашан үйленесіңдер дейді. Қашан болса сошан.
Мен алдында осы әнді жаздым ғой. Қиямадым, жүрегіңде мұңлаттым, тек мені ұмытамадым деген жерін жаздым ғой. Сол күні ұйықтаймын да, түсімде біреу маған жүгіріп келіп, сен ұрладың дейді ғой. Осы әнді ма? Сен ұрлап алғансың, сен ұрысың дейді. Содан кейін, қандай, неден ұрладым? Сен қорқақсың, кімсің, неге алдайсың деген ұрлап алдың дейді. Деп ана жерде Натури ғой десең ойлашы. кәдімгі ұялып кетемін ғой. Содан кейін оянып қойшы, дымды ұқсамайды ғой. Бас тапқан несі ғана болмаса. Маған камера кеш мына эффект бар ғой. Маған нашик керек емес қой, именно асты ғана болмаса. Астын өсіріп көрсетеді екен. Өспейді ә сен? Өсет. Өсіріп көрсетеді. Ұнамайды маған просто. Тозып кеткен түр болып кетеді прям ше. Бүгін мамамен сөйлескен. Мама айтады. Мама қайта. Жек көреді негізі мұртымды ше. Шана мұртыңды немене мұртыңды өсіріп алғансың деп. Шын ғой деймін. Смеяу дейші. Сонымен анау телефон кімдікі дейді. Айдікі ғой? Қайсы? Сенікін айтады. Менікі. Не болды? Бағадан бері мен ұстап отқанға елдердің бәрі iPhone 16 алғансың ба дейді. Мен бар ғой, негізі сол. Вообще телефонға қызықпайтын адаммын мен. Если маған істеп тұрса, болды маған басқа ештеңе керек емес. Бір жағынан дұрыс емес те шығар. Телефонға қызықпау. Но я предпочитаю вообще телефон, андай-мындай бір киім алғанша больше шетелге шығуда. Мен вот мебельдарға жатып алдым ше. Пиндодаға кіремін да, күнде мебельға қараймын ғой мен. Бір ақша түскенде осыны алмасың. Сол ғой. Бір ақша түскен кезде осыны. Біз негізі сыртымыздан бай көрінеміз бе? Сондай сұрақ қояқшы. Сондай сұрақ қойдым мал. Айтыңдаршы. Ақшасы көп көрінеміз бе? Иә дейді. Конечно дейді. Жоқ деймі? Жоқ. Вот. Байымыз. Жоқ. Менің қазір ғаспиымда қанша бар деп ойлайсыңдар. Вот мен конкретно жауап беремін сендерге қазір. Мен нақты қанша ақшам бар екенін айтам. Сосын. Бірақ енді біздікі әр кезде әрқалай ғой. Жоқ, әр кезде әрқалай ғой. Қазіргінді айтам да, мысалы. Қазір осы отқанда да бір сұмдық көрінеді шығармыз енді деп ше. О, 300к. Сенікі қайда ма? 100к. Білмеймін, біреуға салғанмын ба? Сағыз егім деп. Или ненің ішінде емес па? Жоқ, кетерді. 10 мың, 2 мың, где-то 1 миллион дейді. Көмек беріп жіберейін деймін. 1117 мың дейді. 1,5 миллион. 20к, 12к, 30к, 8500 дейді. 500. 70 мың. Садақа десең дейді.
1000 дейді. 35к. 2,5 теңге. Менің қазір вот 570 теңге деймін. 1 миллион дейді. Рахмет. Әумин. Сөйтіп айтып жатқандарға 2 миллион, 2,5 миллион да айтып жатқандарға әумин. 500к. Мен на данный момент не бүгінге қанша? 23.11.2025-тің сағат 23:10 кетіп отқанда менің Каспиімде бір 5000 теңгедей ғана бар. 5000 деп отқанда примерно сонша ғана шамамен бар. Вот өлә дейді. Өлә. Жандар ашып кеткенше. 5000 теңге барған келетін. Әрсіз бұл оңай емес. Бай болып жүре бермейді. Сосын, ой, мыналар LPV ашып апты, байып кетті, мыналар там фан-митинг жасайды, концерт жасайды, байып кетіпті. Концерт жасайтын кезде, ой, ондай емес, вообще. Концерт жасаудың расходы. Біз мысалы тур жасаймыз ғой, әлі турдан бір ақша алмаппыз. Турдан вообще ақша алмаппыз. Турдан вообще ақша алып көрмедікпіз. Турда всегда нөлге жауымыз. Потому что расход өте көп. Потому что біз енді концерттерімізде ең жақсы звуктар болған қалаймыз. Барынша комфортно болған қалаймыз. Сосын көп охраналар, көп волонтерлар аламыз. Сіздердің комфорттарыңызды жасауға тырысамыз. LED экран, анау-мынау, тур болған соң ұшып бару, сол жердегі тұратын жерің, бүкіл команда, біздің команда қанша адам екен. Одан бөлек білесіздер, 10 неше адам болып ұшудың өзі. Одан соң организационный частьқа процент бересің. Площадканың арендасы. Мысалы бақша сарайының өзі қанша? Ё-моё. Қымбат қой. Қымбат. Бір 5-6 миллион ау соның арендасы шау. Біз еще бүкіл тапқан ақшамызды біз тең жартысы одан көбін болмаса біз сақтап қоямыз да соған контенттер түсіреміз, клиптер түсіреміз, әндерді жасатамыз, соның бәрі ақша ғой. Даже типа каждый жұмысшының зарплатасы бар. Пипец көп төлемесек те, конечно, бізде ше енді. Барынша бересің. Студияның арендасы емес, студияның жалпы несі. Арендасы бар. Солай кетіп қалады. Бірақ енді шли, андай бейшара деп ойлап қалмаңыз, нормально. Конечно. Табатын кезде табасың ғой. Но андай сіздер ойлап жүргенде шалқып жүрген жоқпыз деп. Конечно, бізге де мысалы жасауға болады. Концерт, тур, там ақша табатындай. Максимально арзан қылып, расходын. Ол кезде уже сіздерге ол некомфортно болады да. Звук онша емес болады, біздің даусымызды ести алмайсыздар, свет онша емес, образдар онша емес, сахна кішкентай. Сіздер қыстырылып, ан жақта не кіретін жақ, не шығатын жақ түсініксіз болып, сондай болып кетеді да. И зачем олай істеуге дейміз да. Біз мысалы фан-митинг, фан-сайн, фан-ивент дегендерден де прям ақштап қойымыз. Енді андай өлдім не емес, енді шіли бейшара болып атқан жоқпыз. Өміріңе ғана жетеді, как и сіздер сүріп атқан өмірді, тура бізде солай сүреміз. Тем более мысалы, менің қызым бар. Оған да ақша керек. Күндегі ары бері жүрсің бар, Алматыда қымбат жүру. Құр жүру. Алматыда құр ұйқыңнан тұрсаң, кәдімгідей ақша кетіп атады ғой. Өзіміздің браттар екенсіздер ғой деймін. Қарапайым. Бәрі сияқты. Біздің арманымыз, шынымызды айтайық, музыка жасап қана жүру, негізі. Шын көңілмен музыка жасау. И бір күні бір успех келеді ғой деп қана жүрік. Конечно, қазірде андай жоқ. Енді бастап атқандарын емеспіз, бірақ
бір күні бір шүкір жағдай. иә ештеңеге жалғыз етпейміз, бірақ тоже астасып жатқан, шалқып жатқан ештеңем жоқ. Бәріміз Андай бүйтіп жалып етсетіп ойбай нетіп жатқан жоқпыз. просто айтып қойып жатыр. Иә. Тоже бөлісіп жатыр өзіміздің ойларымызбен, сезімдерімізбен. Біздің тараптан көп білмейді ғой енді. Ешқандай қазіргі жағдайға андай бір негатив жоқ. Иә. Шүкір бәрі. Сіздердің арқаларыңызда. О халқым. О халқым. Бұлай негізі көп ішетін бе десе, енді бір далада жатып ішетін биш емес деймін. Солқса отырып қой бізде. Алдында за біреу. Бұрында, 4 жыл бұрын ба, бір жанкер. LP TikTok салыпты да. Сабақта бір тақырыпты қорғап жатыр ғой, конспект па бірдеңке. Мен туралы ғой конспектші. Қойш. Ақжол қанша табады па бірдеңке. Есептеп, бәрін есептеп отыр. Осы концерт мынандай, не, ана. Ақжол айына дедім ба? 382 миллион теңге табады дейді. Ма деген сол. Қойшы. 382 миллион теңгені біз бір жылда осы күнге дейін альфамен таппағанбыз әлі. Общий қосқанда. Ондай ақша тауып отса, күнде деп, айына 2 клипті. Айына 2 клиптан күшті концерттер, анау-мынау бәрін жасай бермейін ба? Сол ақша түссе клип түсіресің деп. Неге? Трек жасайсың. Эйс братанның алдында бір интервью шықты ғой. Общий бір тректі жасауыма 8 миллионда кетеді деді ғой. Арзан емес қой. Бір ән жасауым, толық бір әнді, кәдімгі видео, анау-мынау түсіріп алу бәрімен 8 миллион теңге. Реально ғой? Иә. По факту ғой. Бізде эйстікіне қарағанда азырақ кетеді, конечно, но соның көлемі ғой, по-любому. Одан қатты азайып жатқан жоқ. Иә. Так что, бұл әртіс болу деген жалпы негізі, әртіс қана емес, музыкада ғана емес, жалпы творческий жол таңдау деген ол сеніміңнің артынан жүру ғой. Ұзақ жылдар бойы бір күні айтып бір бәлесі болады деп қана жүресің. Вот. Қайтан математика қылыншы. Жоғары айту керек жұмыс. Филиппинстер сияқты па? Давайласып тұяқ брат. Менде просто 2% қалды. Все, бәріне пока. Қайырлы түн, жақсы ұйықтаңдар.
Бүгін қандай күн өзі? Воскресенье. Бүгін воскресенье. Понедельник. Иә, сол понедельникқа. Жетеміз. Иә, сол келесі аптаға сәттілік. Иә. Бәрлеріңізді Жақсы көреміз. жақсы көреміз. Сосын алматылық LP-ларды, Алматының маңындағы LP-ларды бәрлеріңізді 9 желтоқсан өзіміздің 9 желтоқсан өзіміздің фан митингімізді күтеміз. Басқа қаладағыларға осы декабрь айының соңына тамам бізде фан-кол болады, соны күтіңіздер. Бағасы қанша болады екен, оны білмейміз. Пока білмейміз, оны біз оны тоже нелермен сөйлесеміз, организаторлармен, сосын айтатын боламыз. Жалпы күтіңіздер. Және де рахмет көп кіргендеріңізге. Бәрлерің жақсы көремін. Пока. Покашки. Покашки, какашки.